Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабақты бастамас бұрын мен сіздерді топқа мына қима қағаздар арқылы бөлемін. Қолдарыңызда қан, тамыр және жүрек деген сөздер шықты ма? Осы үш топқа барып отыра берсеңіздер болады. Қолдарыңызда қан, тамыр және жүрек деген сөздер шықты. Солай ма? Енді біз хат қожыны арқылы қазір үй тапсырмасын сұрап алайық. Бірінші, қазір мен сіздерге карточкалар таратып беремін. Яғни бұл қожының ішінен карточкалар шығады. Сол арқылы сұрақтарға үй тапсырмасына жауап береміз. Қожынды ашып қарасаңыздар болады. Сұрақтарға бір минут дайындап алайық, сосын жауап береміз. Бірінші топ. Сұрағымды оқиды. Қай аймақта болады? Сору аймағында. Дұрыс. Екінші сұрағым. Жанама және негізгі тамыр. Екінші топ. Сұрағымызды оқиық. Тамыр түкшелер қай аймақта тұрады? Сол аймақта. Дұрыс, жарайсың. Екінші сұрағым. Тамырдың орталық цилиндрдегі екі өткізгіш оқаны атаңыз. Ксилема және флоема. дұрыс. Ксилема және флоема. Үшінші топ, жүрек тобы. Эпидема дегеніміз не? Тамырдың бірінші реттік қабығы. Тамыр неше аймақтан тұрады, олар қандай? Тамыр 4 аймақтан тұрады. Бөліну, өсу, өткізу. Енді жаңа тақырыбымызды бастаймыз. Жаңа тақырып бастамас бұрын мына суретте не көріп тұрсыңдар? Қан тамыр, қан және жүрек. Яғни бұл жерде мына қандар тамыр бойымен жүрекке қарай ағады екен. Енді сабағымызға осы қандай байланыстырады деп ойлайсыңдар? Жаңа тақырыбымыз қандай? Жануарлардағы қан айналым мүшелері. Яғни бұл жерде бұл құрттар, ұлулар, бұлмаяқтылар және омыртқалар туралы өтетін боламыз. Жаңа тақырыбымыз қан айналым жүйесінің негізгі қызметі туралы бірінші атап өтейік. Оның қызметі тасымалдау, қорғаныш, терморегуляторлық және гуморальдық. Қан айналым жүйесі негізі екі топтан тұрады. Ашық және тұйық. Ашық бұл жүректен оттегіге қаныққан қан, немесе гемолимфа дене қуысына құйылып, ұлпа сұйықтығымен араласып, қайта қан тамырларға құйылады. Ал тұйық қан айналым жүйелері бұл денедегі қан тамырлары арқылы ғана қозғалады. Қан айналым жүйелерінің типтері тән ағзалар. Яғни ашық қан айналым жүйесіне қандай жануарлар жатады? Барлық бұлмаяқтылар және ұлулар жатады екен. Ал тұйық қан айналым жүйесіне барлық омыртқалар және буылтық құрттар жатады. Қан айналым жүйесінің эволюциясына тоқталатын болсақ, ең бірінші қан айналым жүйесі шұбалшанда пайда болған. Шұбалшанның қанның түсі қызыл болады.
Одан кейін міне ұлуларда, одан кейін өзен шаяны, келесі міне омыртқалар және сүтқоректер болып пайда болыпты. Бұлтық құрттар, яғни шұбалшаңдарға тоқталады. Олардың қан айналым жүйесі тұйық қан айналым жүйесіне жатады екен. Оларда бір қан айналым шеңбері, олардың жүрегі болмайды, оның қызметін сақиналы тамырлары атқарады. Қанның түсі, жаңа айтып кеткендей, қандай? Қызыл. Былқылдақ денелер, яғни ұлулардың қан айналым жүйесі ашық. Бауыр аяқтылар бір жүрекше және бір қарыншадан тұрады. Қос жақтаулар екі жүрекше және бір қарыншадан тұрады. Ал бас аяқтылары екі жүрекше және бір қарынша, екі көмекші желбезекті жүрекшеден тұрады екен. Олардың қозғалыс бағыттары қарыншадан артерияға, одан кейін дене қуысына, одан кейін желбезекке немесе өкпе, одан кейін құлақшаға құйылады екен. Қанның түсі. Буын аяқтылар типіне келетін болсақ, буын аяқтылар типі олар бөлмекші тәрізділер, шаян тәрізділер және бунақ денелілер. Қан айналым жүйесі оларда ашық болады. Қаны тамырлардан дене қуысына құйылып, қоректі заттарды беріп, қайтадан тамырларға жиналады екен. Олардың арқа жағында жүрек деп аталатын түкшелері болады. Бунақ денелерде қан оттек арқылы тасымалданады. Оттек әрбір мүшеге дем түтіктері арқылы барады. Балықтардың қан айналым жүйесі, яғни нәшемізде балықтың құрылысына қарасаңыздар болады. Олардың қан айналым жүйесі тұйық болып келеді екен. Олардың қан айналым шеңбері біреу. Жүрегі екі камералы, бір құлақша және бір қарыншадан тұрады. Қан айналым бағыты қарыншадан желбезек артериясына, одан арқа артериясына және мүшелерден құлақшаларға құйылады. Бақаның қан айналым жүйесі. Бақаның қан айналым жүйесі тұйық екен. Жүрегі үш бөлінді, қарыншадан және екі құлақшадан тұрады. Бақаның қан айналым жүйесінде екі шеңбер болады. Қанның өкпе мен теріге баратын, одан жүрекке қайтып келетін тармағы кіші қан айналым шеңбері деп аталады. Енді сүтқоректілерге келетін болсақ, сүтқоректілерге міне мысалы иттің суреті тұр, қан айналым шеңбері оларда екеу болады екен. Үлкен қан айналым шеңбері өкпеден басқа бүкіл денеден өтеді. Кіші қан айналым шеңбері тек қана өкпеден ғана өтеді екен. Барлық құстар мен сүтқоректілерде ит, сиыр, адам болсын барлығында жүрегі төрт қуысты болады. Екі құлақшадан және екі қарыншадан тұрады. Өкпесі мен тыныс алатын барлық омыртқалылар, қосмекенділер, бауыр мен жорғалаушылар, құстар, сүтқоректілер, адамдар барлығының қан айналым шеңбері екеу болады екен. Бізде мына видеоролигімізді қарап көрейік. Бүгінгі сабаққа байланысты эволюция барысында бұлтық құрттардың қан айналым жүйесі дамыды. Бұл тұйық жүйе. Арқа қан тамыры бұл жер құрттарының қан тамырларының негізгілерінің бірі. Екінші негізгі қан тамыры бұл құрсақты бойлай өтетін вентральды қан тамыры. Онда қан алдыңғы бөлігінен артқа жылжып ауысады. Қан айналым жүйесінің негізгі айдағышы жүректің үнемі жиырылуы қанды қозғалысқа алып келетіндіктен ол айналып тұрады. Жүрек қанды салатамырға итеріп шығарады. Қан салатамыр арқылы айналып, одан да жіңішке тамырларға тармақталады. Бұл тамырлар капиллярлар болып табылады. Олар өз кезегінде күре тамырларға ауысады. Күре тамырлар қанды қайтадан жүрекке тасымалдайды. Жаңа тақырып бойынша мен сіздерді қазір кітаптарымызды ашайық. Кітаптарымызды ашып, яғни осы тақырыпты толықтыру мақсатында мен сіздерге қазір бірінші топқа қан тамырлар жүйесі деп басталатын қан тамырлар жүйесі Аружан Рауш қан тамырлар жүйесі оқи ғой. Қан тамырлар жүйесі қан жүретін қан тамырлардан тұрады. Тамырдан басқа көптеген ағзаларда жүрек бар. Жүрек қанды ағза ішінде үнемі қозғалуын қамтамасыз етіп бір бағытта айдайды. Барлық қан тамырлар жүйесі үлкен екі топқа ашық және тұйық деп бөлуге болады. Тұйық жүйелі ағзаларда қан үнемі тамырларда ғана болады. Ол дене қуысына төгілмейді және
сушааралық немесе қуыс сұйықтығымен араласпайды. Қан тамырлар жүйесі ашық ағзаларда бірнеше ірі тамырлары болады. Олар үзіліп, қан дене қуысына төгіледі де тікелей мүшелерді шаяды. Келесі. Әсел оқи ғой. Көп жасушалы жануарлардың ішінде алғаш рет қан және қан тамырлар жүйесі буылтық құрттар типі өкілдерінде байқалады. Олардың қан тамырлар жүйесі тұйық. Ол ірі екі бойлық тамырдан, артқа және құрсақ тамырдан және дененің әрбір сегментінде орналасқан. Едәуір майда көлденең буылтық тамырлардан тұрады. Олардың қан тамырлар жүйесі ең алғаш болғандықтан шпалшаңнан жүрегі басқа буылтық құрттардағы сияқты әлі қалыптаспаған. Бірақ олардың қаны қызыл түсті, себебі адамдағы сияқты оттекті тасымалдайтын зат құрамында темір болады. Отыра ғой. Екінші топ. Қазір оқып жатқандарыңызды өзара талдаңыздар, сосын сіздер бір-екі сөйлеммен айтып кетесіздер. Екінші қан тобы оқиғай ұлылардан бастап. Олардың қан айналым жүйесі ашық, яғни тамырлар аз және олардан ашылады. Ал қан дене қуысына төгіледі. Бұл жануарларда бірнеше болып жүрек пайда болды. Едәуір қарапайым ұлуларда жүрегі әртүрлі екі қуыстан тұрады. Екі кемаралы ағзадан қан келетін жүректе кішкентай бөлігі жүрекше деп аталады. Ол қанды үлкен қуысқа қаншаға айдайды. Ал ол қанды ұлу денесі бойымен айдайды. Қарапайым ұлу жүрегі бір жүрекше мен қаншадан тұрады. Екі сегізаяқ сияқты едәуір жоғары құрылымдар ұлуларды жүрегі үш қуысты, екі жүрекше сол және оң және бір қаншадан тұрады. Отырауыз. Келесі оқиғай. Буынаяқтылардың қан айналым жүйесі. Буынаяқтылар типіне 3 класс: шаян тәрізділер, өрмекші тәрізділер және буынаденелілер класы жатады. Ұлулардағы сияқты барлық буынаяқтылардың қан тамырлары жүйесі ашық. Буынаяқтылардың жүрегі қуыстарға бөлінген. Бұл қуыстар бірдей құрылысы және атқаратын қызметі бойынша бір-бірінен айырмашылығы жоқ. Сондықтан оларды жүрекше және қарынша деп атамайды. Шаянның жүрегі бас көкірегінде орналасқан бес бұрышты қапшық тәрізді. Өрмекші жүрегі құрсағында орналасқан көп қуысты түтікше сияқты. Жәндіктердің жүрегі де түтікше тәрізді. Жәндіктерде қан оттек пен көмір қышқыл газын мүлде тасымалдамайды. Тек қоректік және зиянды заттар тасиды. Олардың тыныс жүйесі жақсы дамыған. Оттекті тікелей әрбір жасушаға жеткізеді. Үшінші топ жүрек тобы. Омыртқалар. Омыртқалардың қан айналым жүйесі тұйық. Омыртқалы жануарлардың балық класының қаны қызыл түсті. Ол ешқашан тамырдан тыс ақпайды. Әртүрлі қуыста бөлінген жүрегі бар. Жүрекше мен қарынша. Омыртқалы жануарлардың әртүрлі кластарының қан тамырлар жүйесі жүрегіндегі қуыс саны бойынша ерекшеленеді. Ең қарапайым балықтарда жүрек екі қуысы және қан айналымының бір шеңбері болады. Қос мекенділерде құрлыққа шыққан алғашқы омыртқалардың жүрегі үш қуысты, ол екі жүрекше мен бір қарыншадан тұрады. Бауырмен жорғалаушылар жылан, тасбақа, кесіртке жүрегі үш қуысты. Қарыншаларда перде болады. Барлық құстар мен сүтқоректілерді, ит және сиыр және адам жүрегі төрт қуысты. Ол екі жүрекшеден оң. Келесі. Амина. Ол екі жүрекшеден оң және сол және екі қарыншадан оң және сол тұрады. Өкпесімен тыныс алатын барлық омыртқаларда қосмекенділер, бауырмен жорғалаушылар, құстар мен сүтқоректілер қан айналым шеңбері екеу. Үлкен қан айналым шеңбері өкпеден басқа бөлек денеден өтеді. Кіші қан айналым шеңбері өкпе арқылы өтеді. Енді жеке оқыдық. Енді осыны жұппен талдадық. Талдап болсаңдар, топпен бөлсеміз. Бірінші топ тамыр тобы. Қан тамырлар жүйесі қан тамырларынан тұрады. Қан
айналымнан басқа ағзаларда жүрек бар. Және қан айналым жүйесі екі топқа бөлінеді: ашық және тұйық. Тұйық жүйелі жануарларда қан айналым жүйесі ашық болады. Ашық жүйелі жануарларда қан айналым жүйесі дене қуысына төгіледі де барлық керек емес заттарды шаяды. Жарайсың? Асел? Көп жасушалы жануарлардың ішінде ең бірінші қан және қан тамырлар буылдық құрттарда байқалды. Және де олардың қаны тұйық болып келеді. Және олар қан арқа және құрсақ арқылы барлық дене сегментінде жүреді. Және де олардың қанның түсі қызыл болады. Себебі адамдікі секілді оттек тасымалдайтын затта темір. Жарайсыңдар. Сабақта түсінгендерің көрініп тұр. Келесі қан тобы жалғастырайық. Олардың қан айналым жүйесі ашық және қаналар аз, олар ашылады. Ал қан айналым олар қан денесіне қуысына төгіледі. Бұл жануарларда бірнеше болып жүрек пайда болады. Келесі дарын Буынаяқтылар типіне класстар жататын шаян тәрізділер, өрмекші тәрізділер және жәндік денелілер класы жатады. Олардың екі жүрекше, олардың екі буынаяқтылары бірдей. Олардың қызмет атқаратын жерлері бәрі де бірдей болып саналады, сондықтан қанша және жүрекше деп аталмайды. дұрыс, жарайсыңдар. Үшінші топ жүрек тобы. Мекенделердің жүрегі үш қуысты. Олар екі жүрекшеден және бір қаншадан тұрады. Келесі жалғастыр. Барлық құстар мен сүтқоректілерде жүрегі төрт қуысты. Олар екі жүрекшеден және екі қаншадан тұрады. Дұрыс, жарайсыңдар. Енді оқушылар топпен бөлістік. Келесі біз осы оқыған тақырыбымызды ашу мақсатында галерея әдісі арқылы постер қорғаймыз. Яғни мен үш топқа үш түрлі тапсырма беремін. Сол арқылы постерлеріңді қорғайсыңдар. Бірінші топқа ұлылар, екінші топқа буынаяқтылар, үшінші топқа омыртқалылар. Осы тақырыпты 5 минут уақыт берген дайындалып постер қорғаймыз.
Dayımız bakmışlar. Birinci top. Dayısınlar mı? Evet, 1 minut dayındalmamız. Tamam. Qaysi to'pdayım? Birinchi to'pdaymiz va birinchi to'p shlayt. Shlayt bärimiz. Bu to'pda жұмыс болған. Bärimiz posterda qo'llaydigan bo'lamiz.
оларда тамыр аз және олар ашылады. Ал оның қанына дене құрылыстарына төгіледі. Ол жануарларда жүрек ең бірінші болып пайда болады. Жүректер екіге бөлінеді. Ағзадан қан келетін жүректің ең кіші бөлігі жүрекше деп аталады. Ол қанды үлкен қуысқа қанша айдайды. Ал ол қанжар Келесі ауысмайды. Тезаяқ секілді едәуір қимылы үлкен, қимылы жоғары ұлуларда жүрегі үш қуыстан болады. Екі жүрекше, оң және сол және бір қаншадан тұрады. Бұл ұлудың қан айналым жүйесі. Мұнда жүрекше, мына жерде жүрек және мына жерде қанша, мынау қан тамырлары. Бірінші топ жарайсыңдар. Отыра қойыңдар. Келесі екінші топ қан тобы шығайық. Қан тобы дайындалып алғанша жүрек тобы ортаға шығайық. Жүрек тобы. Ортаға келе қояйық. Сіздерге берілген тақырып ол омыртқалар, иә? Омыртқалар туралы айтасыңдар. Олардың қан айналым жүйесі. Бірінші суретте балықтың жүрегі. Балықтың жүрегі екі қуысты және қан айналымының шеңбері болады. Екінші суретте бақанның жүрегі. Бақанның жүрегі үш қуысты, екі жүрекшеден және бір қарыншадан тұрады. Үшінші суретте құстың жүрегі берілген. Бұл құстардың жүрегі төрт қуысты болады, екі жүрекше, екі қарыншадан. Және де омыртқалардың қан айналым жүйесі түрік болып келеді. Дұрыс, жарайсыңдар. Отыра қойыңдар. Үшінші топ омыртқаларды жақсы қорғап шықты. Екінші топ қан тобы келе қояйық. Екінші топ сіздерге берілген тақырып ол буын аяқтылар. Бұнға үш класс жатады. Өрнекші тәрізді, шаян тәрізді және буын аяқтылар. Үш класс жатады. Олардағы сияқты барлық буын аяқтыларда қан тамырлары ашық болады. Буын аяқтылардың жүректері қуыстарда орналасқан. Бұл қуыстар бірдей, айырмашылығы және атқаратын жұмыстары бірдей болғандықтан ешқандай айырмашылығы жоқ. Шаянның жүрегі бас көкірегінде орналасқан. Бес қуысты тәрізді. Дұрыс. Отыра қойыңдар. Жарайсыңдар екінші топ. Буын аяқтылар тамырын жақсы қорғап шықты. Сабақты меңгергендер көрініп тұр. Бесендерді смайлик арқылы бағалағым келіп тұр. Бірінші топ өте жақсы қорғап шықтыңдар. Екінші топты жақсы қорғап шықтыңдар. Үшінші топты жақсы қорғап шықтыңдар. Келесі сергіту сәтін ұйымдастырып жіберейік. Балалар кішкене шаршап қалған боласыңдар. Енді сергіту сәтін ұйымдастырып жіберейік. Мына жерде көңілді күн әніне кішкене орындарыңыздан тұрып, видеодағыдай
Серіктеу сәтті аяқтадық. Келесі қазір сіздерге жеке тапсырмалар беретін боламын. Яғни бұл тапсырмаларда берілген жануарларды топтастырып жазамыз. Әр топтың әр оқушысына жеке тапсырма. Sizlere 2 minut vakit vereyim. Қолдарыңызда карточкаларға қарап, мына жануарлардың қайсысы ашық қан айналым жүйесіне, қайсысы тұйық қан айналым жүйесіне сандар қойып арқылы жазамыз. Түсінікті ме? Бастаймыз. Жазысына тапсырманы кітаптарына қылар. Жануарлардың қайсысын қосқаны жазасың. Тапсырмалар түсіп жатырмызда ашық және қан айналым жүйесін жазамыз. Оқушылар болдық па? Бірінші топ? Екінші топ, үшінші топ бәріміз болдық па? Жоқ. Ашық және қан, тұйық және қан айналым жүйелері. Болдық па оқушылар? Енді болса, қазір жеке берген тапсырмаларды нәтиже жауаптарын шығарады. Яғни біз өз-өзімізді бағалайтын боламыз. Қателеріңді қарайсыңдар. Ашық қан айналым жүйесі, тұйық қан айналым. Қараңдар. Бірінші ашық қан айналым жүйесіне ара жатады екен. Дұрыс па? Екінші көбелек. Үшінші маса. 10-шы өрмекші, 13 шаян, 15 өрмекші, егерек кетіп қалыпты, кешіріңдер. Қараңыздар ма? Дұрыс па екен? Қателескендерің болды ма араларында? Қателеріңді жөндеп қойыңдар. Енді тұйық қан айналым жүйесіне қарай. Тұйық қан айналым жүйесіне кептер, ит, жауын құрты, кесіртке, бақа, маймыл және балық, сосын қой жатады екен. Түсінікті ма? Қателерді көрдіңдер ма? Дұрыс, жарайсыңдар. Келесі тапсырма бізде. Бұл топтық тапсырма болып табылады. Яғни қазір мен сіздерге
үш топқа осы тапсырмаларды берем. Қарап шығыңдар топ бойынша. Үш топқа қарап жүріп, бұл жерде тапсырманы қалай орындаймыз? Ұсынылған тұжырымдамаларды ақиқат және жалған деп топтастырып, бос орындарға жазып шығамыз. Topпен бірге орындаймыз. Оқушылар болдық па? Бұл жерде тапсырмаларды үш топ бір-бірімен ауыстырып берем. Қазір үш топ бір-бірінің тапсырмаларын тексеретін болады. Бірінші топта, үшінші топтың қазір сіздерге жауаптарын тақтадан шығарамыз. Осыған қарап, бір-бірімізді үш топ бір-бірін бағалайтын болады. Нешеу дұрыс, нешеу дұрыс емес, қарап бағалап жіберейік. Аружан, бағалайды. Үшінші топтың жауаптары нешеу дұрыс емес екен? Үшінші топтың жауаптарының екеуі дұрыс емес. Екеуі дұрыс емес. Өздерің бағалайсыңдар, қалай бағалағыларың келеді? Жақсы деген, міне сіздерге жақсы деген бағалау парағын берді. Яғни екінші топ, бірінші топтың парағы, Бірінші топтың парағы екеуі дұрыс емес. екеуі дұрыс емес. Қалай бағалағыларың келеді? Қараңдар. Екінші топ сіздерге жақсы деп бағалады. Үшінші топ? Екінші топтың екеуі дұрыс емес, қалған алтауы. Бағалаймыз. Көрдіңіз бе? Қалай бағалады? Жақсы. Жақсы. Екінші топты, үш топта жақсы деп бағалады бір-бірі. Келесі біздерде қарап қойып, ой түю, бір әдісі. Бұл жерде дәптерлеріңді ашып, топ басшылары дәптерлерін ашып, осы тақырыпқа байланысты 5 сөйлем жазайық. 5 сөйлемнің 5 сөзін қалдырамыз. Соңында қай сөз қалады, сол сөздерді ең тақырыпқа маңызды деген сөздерді алып қалып оқитын боламыз. Бұл жерде яғни ой түю әдісі, қандай ой түйдік бүгінгі тақырыпта соны шығарамыз.
Üçüncü топ толықтай оқи ғой сөздерін. Бес сөйлемінен қалған бес сөзіңді оқи ғой. Жүрек, ашық, қанша, омыртқалы, қан айналған. Дұрыс, яғни бүгінгі тақырыптарға байланысты біз осындай терминдермен қандай ой түйдік, солай ма? Тақырып түсінікті болды ма осы сөздер арқылы? Жарайсыздар. Келесі, бірінші топ дайынсыздар ма? Қан тамырлар, жүрек, тұйық, ашық, тамыр. Иә. Ашық және тұйық деп біз нені атадық? Қан айналым жүйесі, иә. Екінші топ, қан тобы. Қан тамырлар, жүрек, қан, өрекшек, қарынша. Иә, жарайсыңдар. Дұрыс. Келесі. Міне, сіздерді осы стикерлер арқылы бағалағым келіп, бірінші топқа өте жақсы, екінші топқа да жақсы, үшінші топқа да жақсы деген стикерлер арқылы бағалаймын. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, сіздерге қазір мынандай қағаздар беремін. Сіз мына жердегі сізге әлі де не түсініксіз, немесе өзіңізге не алдыңыз және қоқыс жәшігіне түсініксіз заттарыңызды жазып ілдіріп кетсеңіздер болады. Мына жерге келіп тапсыра берсеңіздер болады. Бүгінгі сабақтан түсінгендеріңізді немесе не түсінбей қалдыңыздар, соны жазып келіп жабыстырып кетеміз. Егер түсінбей қалған заттарымыз болса, келесі сабақта талқылайтын боламыз. Жарайсыздар оқушылар. Енді көбіңіз өзіңізге не алдыңыз сандыққа жабыстырыпсыздар, көбіңіз түсінген сияқтысыздар, ал жартысы сізге әлі де не түсініксіз еттартқышқа жабыстырыпсыздар. Келесі сабақта оны талқылайтын боламыз. Оқушылардың бәріңізге рахмет. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.